Түркістанда тұрғындар саны артып келеді. Бұл туралы бүгін Түркістан қаласының әкімі Әзімбек Пазылбекұлының баспасөз мәслихатында айтылды. Онда қаңтар-мамыр айларындағы әлеуметтік-экономикалық даму туралы баяндалды. Биылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша Түркістан қаласының халық саны 240.422 адамды құраған. Қаланың жалпы аумағы 22,4 мың гектар. Негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер де тыс қалмады. Индустриалды және арнайы экономикалық аймақтарда қамтылды. Туризм саласы бойынша алғашқы 5 айында Түркістанға 1,1 миллион турист келген. Шетелдік туристер саны 23,2 мың адамды құрады. Қалада 85 мектеп пен 150 балабақша жұмыс істейді. Есепті кезеңде 12 жаңа мектеп пайдалануға беріліп, 4 мектепке күрделі жөндеу, 7 мектепке ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Жалпы Түркістан қаласының әлеуметтік-экономикалық даму туралы, оның ішінде 25 жылдың қаңтар-мамыр айының қорытындысымен таныстыра кетсем, жалпы 2025 жылдың 1 маусымына халық саны 240.422 азаматты құрап отыр. Жыл басынан бері есептесек, 1,2%-ға халық санының өсімі бар. Жалпы өздеріңіз статистикалық деректерді қарасаңыздар, Қазақстан Республикасы бойынша 1-1 халық саны қарқынды өсіп келе жатқан 3 қала бар. Қосшы, Астана қаласы, одан кейін Түркістан қаласы болып статистикалық деректер бойынша қалай есептеледі. Негізгі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерге тоқталатын болса, жалпы өңірлік өнім 2025 жылғы жоспар бойынша 511,2 миллиард теңгені қала бойынша құрауы тиіс. Енді 5 айдың қорытындысы бойынша 159,5 миллиард теңге ол жалпы өңірлік өнім көлемі болып табылады. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстыратын болсақ, 41%-ға өсім көрсетіп отыр. Іске асырылатын жобалардың іргелеріне тоқталатын болсақ, мақта кластерінің құрылысы, өздеріңіз білесіздер, қазір Отырар ауданында осы қытайлық Лихуа Круг компаниясы осы мақта егумен айналысып жатыр. Негізгі оның текстильный фабрикасы осы біздің қалада салынады. Сол жерде олар мақта кластерін дамытып, 750-ге жуық қалалық азаматтарға жұмыс беретін болады. Осы қазан айында ол толық іске қосылады деп есептеп отырмыз. Қазір таңда өздеріңіз барып көрген болсаңыздар, құрылысы қарқынды жатыр. Бұл өте үлкен жоба республика деңгейіндегі. Одан бөлек дәл сол жерден полиэтилен қағаздарын және бір ретті пластик ыдыстарын өндіру өзіміздің асылды Ерхан Групп жобаның құны 2 миллиард қаражатты құрайды. 2,8 гектар жерге сондай полиэтилен қағаздарын және пластмассалық заттарды шығарумен айналысатын болады. Жақын арада өндіріс іске қосылады күз айында. Қалада 18 медициналық мекеме халыққа қызмет көрсетуде. Оның ішінде 1 мемлекеттік емхана, 2 аурухана, 11 жекеменшік емхана және басқа да мекемелер бар. 2025 жылдың 5 айында қалада 47 мәдени іс-шара ұйымдастырылды. Жыл соңына дейін 56-дан аса ірі мәдени іс-шара өткізу жоспарланып отыр. Шынайы жаңа жақсы ақпарат бердіңіз, туризм саласына байланысты, қолөнершілікке байланысты. Енді сонда да әлде бүгінгі таңда бұл мәселе бір үздік мәселелердің бірі деп айтсақ болады. Негізінде халықаралық қолөнершілер ұйымының жаңағыдай 68-ші қала деп айттыңыз ба, ол өте жақсы нәтиже негізінде. Енді сол ұйымға кіргеннің Түркістан үшін, қолөнершілер үшін қандай пайдасы, қандай жұмыс жасалады соның төңірегінде, және жаңадан соғылып жатқан қалашық қолөнершілер қаласы бар ғой, сол жерде жаңағыдай қолөнершілер қандай критериймен отырғызылатын болады? Ол жерде олар төлеп отыра ма, әлде
мемлекеттің көмегі ретінде мемлекеттің тарапынан отыра ма, олар субсидиялана ма деген сияқты сондай бүгінгі таңда қолөнершілерге қандай көмек көрсетілмек. Және де қанша қолөнерші бар бүгінгі таңда осы бүкіл Түркістан облысын санасақ, өйткені түсініксіз әр жерде әртүрлі ақпарат бұл жайлы. Және екінші сұрағым, негізінде биыл осы бір 2-3 аптаның төңірегінде мемлекеттік гранттар осы жаңағыдай мансап орталығы арқылы солардың комиссиясының құрамында бармын мен. Сол комиссияда біз негізінде 215 жобаны қарап, сөйтіп соның ішінде 69 жобаны грантқа жаңағыдай лайықты деп сөйтіп комиссия сондай шешім қабылдады. Өкінішке орай оның ішінде бізде бір 2-ақ жоба туризмге қатысты жобалар шықты. Қолөнершілер, солардың енді екеуінде біз максималды түрде қолдауға тырыстық. Бірақ бұл жерде енді ақпараттандыру жұмысы аз болып жатыр ма, әлде халыққа түсіндіру жұмысы аз болып жатыр ма? Негізінде осы қолөнерші туризм саласына осындай мемлекеттік тарапынан сондай гранттарға негізінде көбірек жобалар берілсе деген сондай бір өтініш, ұсыныс бар. Рахмет. Машама бізде қолөнершілер одағы бар, Түркістан облыстық. Индира апайымыз басқаратын оқушылар сарайының директоры. Үлкен жұмыс атқарды. Бұл дегеніміз біздің қаланың қолөнершілеріне деген үлкен сенім, сол кісілердің жасаған дүниесінің нәтижесі, еңбегі деп білемін. Ол кісілер қолөнершілер оны бағалайды. Ол үлкен халықаралық дәрежедегі сол кісілерге берілген атақ деп білемін. Соның аясында ертең айтып отырмын ғой, біз тамыз айында үлкен халықаралық форум өткізбек ойымыз бар, жоспарлап қойғанбыз. Тәжірибе алмасып, бір-бірін дүниесін көріп, үлкен жұмыстар алды қарай дамытады деп ойлаймын. Енді кешегі ерекше мәртебе туралы заңда да осы қолөнершілерге қолдау шаралары көрсетілді ғой, жаңа 25%-ға дейін біз оның шығынын субсидиялап береміз деп. Жан-жаққа енді сіздер арқылы тағы да айтқым келіп, мүмкін ақпараттандыру, насихаттау жұмыстары төмен болып жатқан шығар. Әрдайым айтамын, біздің ішкі саясат бөліміне, пресс-службаға әрбір бөлімге жасаған дүниені көрсетіңдер, айтыңдар халыққа білсін деп. Ол жағынан мәселе бар, мойындаймын. Бірақ қалалық бюджеттен біз орын жайын жалдау ақысын, өнімдер сатып алады ғой, сол қолөнерді жасау мақсатында шикізаттарын. Оларды субсидиялауға, құрал жабдықтарын сатып алған кезде де 25% субсидиялауға біз дайынбыз. Заңмен сондай мүмкіндіктер берілген. Ол жұмыстар тұрақты жүргізілетін болады. Қазір көреміз, қазіргі таңда ондай ұсыныс түскен жоқ. Сіздер арқылы барлық қалада қызмет етіп жатқан қолөнершілерді сол жұмысқа шақырамын. Сондай мемлекеттік жеңілдіктер, мүмкіндіктер берілгенін хабарлаймыз. Қосымша тағы да біз насихат жұмыстарын жалғастыратын боламыз. Спорт саласында 264 спорттық нысанда 21 ауқымды жарыс өткізілді. Қала тұрғындарының 42% тұрақты түрде спортпен айналысады. Биыл 47,1 шақырым жолға орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қаланың 66,7% қанағаттанарлық жолмен қамтылған. 5 айда 11.096 жұмыс орны құрылды. Оның ішінде 4.678 тұрақты жұмыс орны. Биылға 16.245 адамды атаулы әлеуметтік көмекпен қамту жоспарланған. Маржан Бекжігітқызы, Нұриден Ысқақ, Тұран, Түркістан.